Қызылжар Инвест халықаралық форумы өңірлік тауар өндірушілердің көрмесінен басталды. Мұнда машина жасау зауытының техникалары қойылған. Ал спорт сарайының ішкі залында азық-түлік өнімдерінің түр-түрі көрмеге қойылды. Өңірде жасалатын жиһаздар да бар. Бұл Петропавлда жасап шығарылатын тұрғын үйлерді құрастыруға арналған жылу блоктары. Бүгінгі күні кәсіпкерлер өнімдерін шетелдік нарықтарға шығаруды көздеп отыр. Құм, есілдің құмы тазалған цемент 500 маркасы, сосын мынау пенопласт деген. Күн сайын 1000 кірпіш жасаймыз. Сол енді 1000-ымыз жетеді бір үйге, 9-ға 9 істесек, өте арзан, жылы. Сапасы, сертификаты бар. Бүкіл құжаттары дайын. Бізде 3 жыл істеп жүрміз. Өңірде соңғы жылдары азық-түлік өнімдерін қайта өңдеу кәсіпкерлігі қарқынды дамып келеді. Мәселен, Тортуманов жеке кәсіпкерлігі консервілік тағамдарды әзірлеп шығарады. Бүгінгі күні аталған кәсіпкерлік 17 түрлі тағам өнімдерін шығарады. Оларды алдағы уақытта шетелдік нарықты бағындырғысы келеді. Данный форум «Кызылжар Инвест 2016» является для нас большим плюсом для того, чтобы наладить экспорт в зарубежные страны и достичь большего экспорта нашей продукции. Сонымен қоса көрмеде аналит өндірісінің өнімдері де қойылған. Электрохимиялық белсендірілген су түрлі жарақаттарға ем болады дейді. Нам нужны инвесторы для того, чтобы организовать медицинский центр. В этом году нам очень хорошо помогло государство. Мы выиграли грант 3 миллиона Акима области. Это на приобретение оборудования. Сейчас вот мы уже заказали оборудование. Бог даст, к концу года мы его получим. Сейчас мы делаем ремонт, подводим воду, то есть подготавливаем к запуску производства. А инвестиции нам необходимы на расширение. Барлығы шетелдік бизнес серіктестіктердің назарына 40-тан артық Солтүстік Қазақстан облысында өндірілетін өнімдер шығарылды.